Саламатсыздар ма, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын сұраққа жауап берейік. Суреттерде кімдер бейнеленген? Жарайсыздар. Суретте дәрігерлер бейнеленген. Ендеше біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Иә, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәрігердің қабылдауында. Сабақтың мақсаты: тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Жаңа сөздер, новые слова. Записываем новые слова в словарную тетрадь и выучим. Повторяем за мной. Емхана, поликлиника, тексеру, проверять, қан тапсыру, сдавать кровь, дәрігерлік кеңес, консультация врача, тіс дәрігері, стоматолог, ауру, заболеть, тұмау, грипп. Еще раз повторяем. Емхана, тексеру, қан тапсыру, дәрігерлік кеңес, тіс дәрігері, ауру, тұмау. Теперь ваше первое задание – это, используя новые слова, составьте два предложения. Жаңа сөздерді қатыстырып, 2 сөйлем құрам, 2 балл. Так, теперь правила сегодняшнего урока. Бүгінгі сабақтың ережесі – это үстеу, наречие. Үстеу. Что такое наречие? Үстеу қимылдың түрлі белгісін, мезгілін, мекенін, себебін, мақсатын, мөлшерін, амалын білдіретін сөз табы. Наречие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признаки действий, признаки признаков. По значению наречие делится на следующие виды. В казахском языке наречие делится на 7 видов. Это мезгүл, наречие времени, мекен, наречие места, қимылсын, наречие образа действия, себеп салдар, наречие причины, мақсат, наречие цели, күшейту, күшейткіш, наречие усиления, мөлшер, это наречие количества и меры. Теперь мы сегодня остановимся на первых 2, то есть мезгүл және мекен. Что такое мезгүл? Это наречие времени, да? Обозначает время действия. Отвечает на вопросы: қашан, когда, қашаннан, с каких пор, қашанға дейін, например, до каких пор. Мысалы, например, бұрын, раньше, қазір, сейчас, ертеден, издавна, кеш, поздно, жазды күні, летом, таңертең, утром. Как вы уже поняли, то есть это наречие времени определяет время действия. Теперь мекен, наречие места, определяет место или направление действия. Отвечает на вопросы: қайда, это где, қайдан, откуда, қалай, қарай, в каком направлении, да? Теперь мысалы, например, алыста, далеко, алға, вперед, жоғары, наверху, сыртта, например, снаружи, мұнда, здесь, төмен, вниз, сонда, там, ілгері, впереди и так далее. Теперь перейдем к следующим заданиям.
Айтылым тапсырмасы. Устное задание. Бірінші тапсырма, 4-ші бет. Ответьте на эти вопросы, используя новые слова. Дескриптор. 3 толық жауап және жаңа сөздерді қолданасыздар. 3 балл. Используя новые слова, ответьте на эти 3 вопроса. Дескриптор 3 балла. Это вы отправите голосовым сообщением. Теперь следующее задание. Тыңдалым. Слушание. Оқылым, жазылым. 3-ші тапсырма, 5-ші бет. Прочитайте текст. Найдите из текста наречия места и времени и выпишите их в тетрадь. Дескриптор 5 баллов. Так, прочитайте текст, понимаете, находите из текста наречия места и времени и выпишите их в тетрадь грамотно. За это 5 баллов. Теперь слушаем текст. Мен бүгін таңертең анаммен емханаға бардым. 1-ші қабатта қан тапсырдым. Сосын жоғары көтерілдім. Емханада отбасы дәрігері, тіс дәрігері, көз дәрігері бар. Отбасы дәрігері мені жақсы таниды. Себебі ол бізді жыл сайын тексереді. Дәрігер менің жүрегімді тыңдады. Дәрумен ішуге кеңес берді. Ет, балық, сүт, жеміс-жидектің пайдалы, фастфуд тағамдарының зиян екенін айтты. Сосын тіс дәрігеріне бардым. Ол менің тістерімді тексерді. Тіс дәрігері тістеріңді таза ұста деп кеңес берді. Мен тісімді таңертең және кешке тазалаймын. Көз дәрігеріне бардым. Ол көзімді тексерді. Көз дәрігері компьютерде көп отырма, теледидарға жақын отырма деп кеңес берді. Менің тістерім таза, көзім алыстан да, жақыннан да жақсы көреді. Отбасы дәрігері маған, сенің денсаулығың жақсы, жарайсың деді. Ал сен емханаға барасың ба? Мәтінді түсіндіңіздер деген ойдамын.